Патшалық Ресейге түгелдей отарланған, кейін кеңес үкіметінің құрамына кірген. Қазақстанның батыс өңірінде уақыт өте келе Махамбеттің жерленген жері ұмытылады. Тек 1958 жылы Орал облысына шығармашылық іссапармен барған Тайыр Жароков пен Қажым Жұмалиев Орал өңірі газеті арқылы Махамбеттің қабірін білетін жан бар ма деп ел ішіне сұрау салдырады. Сонда қабірді білетін Тайпақ ауданының тұрғыны Құрақ Бектұрғанов деген азамат шығады. Оның үшінші атасы Бектұрған Исатай мен Махамбеттің қарулы көтерілісіне қатысқан достар екен. Ол баласы Тәшенге, Тәшен өз ұлы Дінмұхамедке Махамбеттің бейітін көрсетіп кетіпті. Ал Дінмұхамед ақсақал баласы Құраққа. Махамбеттей адамдар еш уақытта ұмтылмайды, ұмтылуға тиісті де емес. Күндердің күні оның жерленген жерін іздейтін адамдар табылар. Сондықтан балам, мен Махамбеттің басына тобылғы тігіп кеткелі тұрмын деп, Дінмұхамед ақсақал өз қолындағы және Құрақтың қолындағы қамшылардың сабын қайысынан ажыратып, тобылғысын Махамбет зияратының бас жағы мен аяқ жағына көмеді. Баласына тобылғының шірімейтінін ескертеді. Осыны Жұмалиев пен Жароковқа әңгімелеп берген Құрал ақсақал Қаройдағы ескі қабірлер арасынан Махамбеттің бейітін тауып, басындағы 1951 жылы көмілген қамшының тобылғы саптарын тауып көрсетеді. Солай Махамбеттің қабірі 1958 жылы ғана табылады. Ең сорақысы 1966 жылы Ноэль Шаяхметов атты антрополог бет бейнесін жасау мақсатымен Махамбеттің бет бейнесін жасаймын деп қабірін қазуға барады. Бұл туралы жанында бірге болған дәрігер Қабежан Әписатов Аңыз адам журналына берген сұхбатында былай әңгімелейді. 1966 жылы 9 шілдеде Махамбет бейітінің басына келдік. Ноэль Шаяхметовтың басшылығымен қазу жұмыстары басталып кетті. 20-30 сантиметр тереңдегенде лақаттың орта шенінде күрек бір қатты нәрсеге тиді. Ноэль қолындағы құралмен күрек тиген нәрсені топырақтан босата бастады. Ол адамның бас сүйегі болып шықты. Қарақұс сүйегінің үстінде бір мойын омыртқа мен екінші мойын омыртқасының жартысы жатты. Бас сүйектен 4 терең жарақат көрдік. Ноэльдің қатыңғы қабағы ашыла бастады. Денеден бөлек жатқан бас сүйектегі жарақаттарға және тістерінің санына қарағанда, бұл біріншіден айуандықпен мерт болған адамның басы, екіншіден бұл бас денесінен шабылып алынған. Тағы да 2 күрек биіктігіндей топырақ алғаннан кейін киіз үй сықырлауығының жарықшақтарына тап болдық. Сықырлауық астындағы лақаттың орта шенінен адамның қол сүйектерін, сәл төменірек жамбас ұршық, бел омыртқаларын таптық. Сонымен не керек? Ноэль Шаяхметов Махамбет сүйегін Алматыға алып кетіп, 1967 жылы оны скульптуралық мүсінін жасайды. Ал ғалым Мәскемге көшерінде Махамбеттің сүйегі салынған қорапты Алматыда тұратын апасының үйінің жер төлесінде қалдырып кетіпті. Сұрау болмаған сүйек 17 жыл бойы қағаз жәшікте жер төледе жатқан. Тек 1983 жылы ғана Атырау жұртшылығы Махамбеттің сүйегін алдырып, бұрынғы орнына қайта жерлейді. Махамбет Өтемісұлы қазақ халқының 19 ғасырдағы ең көрнекті ақындарының бірі. Ол 1804 жылы қазіргі Батыс Қазақстан облысының Орта ауданына қарайтын Бекетай құмы деген жерде туып, 1846 жылы қазан айының ішінде жалынды ақын жау қолынан қапыда қаза табады. Өтемістің 10 баласы болып Махамбет Бекмахамбеттен кейінгі екінші бала болады. Жас кезінде хан ортасында тәрбиеленген ақын кейін бөліктеніп кетеді. Халықты, қарашаны қолдаған Махамбет 1829 жылы түрмеге қамалады. Махамбет жас шағында Жәңгір ханның қолында болады. Бірақ туысынан өр мінез, өжет жанды Махамбет хан сарайында әділетсіздік пен теңсіздіктің куәсі рөлінде
ұзақ тұра алмайды. Көп кешікпей өзі шыққан халықтың арасына оралады. Исатай Тайманов бастаған шаруалар көтерілісінің Махамбет ең белсенді ұйымдастырушыларының бірі, жалынды жаршысы болды. Трибун ақынның әлеуметтік өмірге қатынасуының өзі шаруалар көтерілісімен тығыз байланысты еді. Махамбеттің көтеріліске үндеген тамаша шығармаларын шектен тыс езушілік пен теңсіздікті қарсы шыққан халық күші туғызады. Махамбеттің әкесі Өтеміс ықпалды билердің бірі болған. Старшина болып ел басқарады. Ондай қызмет Махамбетпен бір туған Тоқтамыс Бек Махамбетке де бұйырған. Өтеміс Беріштің 19 биінің бірі. Аяқтыға жол, ауыздыға сөз бермейтін, орақ ауызды шешен би болған. Халық мүддесін жоғары қойған. Сол үшін билеуші топтарға ұнамаған. Одан кейін текетірестерде болған. 1816 жылы сұлтан өз адамдарымен Өтемістің ауылын шапқан. Сұлтанға қарсы арызданғанмен одан еш нәтиже шықпайды. Керісінше Өтемістің өзіне қарсы айыптар тағылады. Ақыры Орынборда қамауға алынады. Ал 1817 жылдың 2 қарасында қамауда қайтыс болған. Осылайша Махамбет Өтемісұлы жастайынан әкесінен айырылып, анасының тәрбиесін көріп өседі. 1838 жылы 12 шілдеде орыс әскермен шайқаста Исатай қаза табады. Әрі қарай Махамбет ақынның азапты күндері туады. Орынбор түрмесіне қамалады. 1846 жылы өз үйінде қастандықпен қаза табады. Ақынның өлеңдері ерлікке, өрлікке арналады. Не үшін соғысып жүргенін айтады. Ел қандай болу керек деген сауалдарға жауап іздейді. Қазақтың батыр ұлы ақын Махамбет Өтемісұлының бейіті Атырау облысы Махамбет ауданы Қараой деген жерде.